Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен сұлу шаш. Биыл осындай дәмді наурыз көже дайындадым. Ол үшін арпа бидай машты бөлек ыдыстарда 40 минуттай қайнатып бұқтырамыз. Күрішті жуып салқын суға салып қоямыз. Және ет пен қазыны қазанға салып қайнаттым. Көбігін алып 2 сағаттай қайнаған соң піскен етімізді сүзіп алдым. Осылай көбіктерін сүзіп алып, дайын болған маш, бидай, арпаны салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жай отта қайнаттым. Және үстіне күрішті салып, піскен етті турап, қазанға қайта салатын боламыз. Араластырып, бетін жауып, тағы қайнатамыз. Және ең соңында кеспені дайындаймыз. Оған 1 жұмыртқа, тұзын және сұйық май қосып, қатты етіп қамыр илейміз. Міне осылай қатты қамырды жұқалап жайып аламыз. Осылай бөліп, ұзынша етіп осылай жұқалап турап аламыз. Араларын осылай ашып, қайнап тұрған көжеге салатын боламыз. Кеспеміз өте тез піседі. 2-3 минут қайнатып, астын өшіреміз. Көжеміз дайын. Дайын болған көжемізді бір ыдысқа құйып алдым. Және үстіне қолдың айранын құйдым. Өте дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Наурыз мерекесімен баршаларыңызды құттықтаймын. Ұлыс оң, ақ мол болсын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.